жазушы ғалым, сыншы, ақын, публицист жүсіпбек аймауытовтың ақбілек романының бірінші бөлімі алғаш әйел теңдігі журналының 1927-28 жылдардағы санында жарияланған. Жазушы жалған жаламен тұтқындалып, 1931 жылы атылып кеткеннен кейін шығарманың араб әрпімен жазылған қолжазбасын ақын Ілияс Жансүгірұлы үстелінің тартпасында сақтап келген. Ол да ұсталып, оққа байланған тұста ақынның жары Фатима Ғабитова қолжазба мұраны орталық мемлекеттік мұрағатқа тапсырған. ақбілек романы сюжеттік желісі психологиялық тартыстарға құралған алғашқы күрделі туынды. Тақырыбы азамат соғысына, қазақ даласындағы саяси жағдайға, сол тұстағы қазақ қызының қиялы тағдырына арналған. Роман жұмбақ суреттерден басталып, біртіндеп шешуі баяндала бастайды. Жазушы оқиғаны үшінші жақтан баяндап, кейде негізгі кейіпкер ақбілектің өзін де сөзге араластырады. Сөйтіп, оның ішкі дүниесін терең ұғынуға тырысады. Романның бас кейіпкері ақбілекті ауыл азаматы Мұқаш жеке басы араздығы үшін ақ әскерлеріне ұстап береді. Ақтар қазақ ауылын шауып, ақбілектің анасын өлтіріп, өзін алып кетеді. Бұдан кейінгі қыздың басынан өткізген оқиғалары сол кезеңдегі бүкіл қазақ халқының мойнына түскен нәубетті ауыртпалықты айшықтайды. Ақбілек жаңа заманның соқпағына түсіп, оқу білімге ұмтылады. Ақырында ойға алған мақсатына жетіп, сауатты, белсенді адамға айналады. Ақбілек бейнесі сол кезеңдегі оқу білімге құштар, жеке басының азаттығын аңсаған қазақ әйелі бейнесінің жиынтығы. Романның түпкі идеясы да осыған негізделген.